26 күні таңертең жұмысқа кеткен немерем сағат 12:30-да жұмыстағылары звондап бізді больницаға шақырды. Содан енді не болды деп барсақ, баламның қолы езіліп кеткен. ЖД вокзалында жұмыс істейтін. Сол жерде аварияға түсіп, ол қалай түскен, не істегенін білмейміз, бізге ешкім ештеңе деп айтпайды. Далада алыста жүрген адамдар көріп, оны скорый шақырып жібереді. Сол больницадан бізге звондап, шақырады бізді үйден. Енді келіп баланы көрейік десек, көрсетпейді ешкім. Баланың жағдайы нашар, өте қиын жағдайда жатыр дейді. Сонымен сағат 2:30-ның кезінде операцияға аламыз деп врачтар мені ішке кіргізіп, баламды көрсетті. Көргенінде балам жағдайы өте нашар, ес-түссіз жатыр. Қолы езілген, қан ағып жатыр. Енді не болды деп сұрасақ, оның бәрін білмейді ешкімді. Врачтар, егер қазір операция жасамасақ, бұл бала өліп кетуі мүмкін дегеннен кейін операцияға жасауға болады деп біз бердік. Жасаңыздар деп. Енді далаға шығып, операционныйда есіктің алдында тұрсақ, бір начальнигі келіп, бізбен сөйлестік. Оның айтқаны мен өзім де білмеймін. Екінші путқа жіберген біздің жұмыскеріміз 5-ші путте не істеп жүргенін білмеймін. Сол жерге кетіп қалыпты. Ол содан барғанда поезд маневрировать еткенде астына түсіп қалған дейді. Өзі астына түсті, өзі барып түсті дейді. Ол білмей жатып, сондай жағдайды қалай айтады, мен соған түсінбеймін. Енді ол баланы қазірден бастап олар өзі кінәлі деп жатыр. Ол бала ес-түссіз жатқан бала ештеңе айта алмайды бізге. Не болғанын біз сұрай алмаймыз. Осындай жағдайға душар болдым, шырақтарым. Енді не болады? Ол баланың жағдайы не болады? Қолын иығынан төменірек кезден бастап кесіп тастады. Бір қолы жоқ, өзі 26-да ғана. Әлі күйеуге тимеген, жап-жас баланың қолы жоқ енді. Ол баланы жіберген оператор ма, әлде справочный ма, оны іздемейді. Кеткеніне біраз уақыт болса да, ол баланы ешкім іздемеген. Ар жағында жүрген камазистер көріп, олар айтқан оларға. Біз осындай адамды поездың астынан көріп жатырмыз. Келіңдер, скорый шақырыңдар деп айқайлаған. Содан кейін барып жиналған бұлар. Енді келіп алып, жаңағы бастығы маған, мен оған сұрақ қойдым. Менің балам қай уақытта түсті? Өзім де білмеймін, мен де көрген жоқпын дейді онда. Ол оны қалай виноват қылады? Егер ол көрмесе, оны білмесе, ол қалай виноват болады? Мен соған түсінбеймін. Бірақ менің оған айтқаным, балам, мен осы поездың астына түсу үшін сол баланы жұмысқа жібердім бе? Мен сол үшін бұны оқыттым ба? Дегенімде, қойыңдаршы, осы не көрінгенді айта бересіңдер сендер деп қолым бір сермеп маған. Менімен араздасып кетіп қалды. Менімен сөйлескен де жоқ. Ешқандай адам әлі келген жоқ. Міне 2 күн, 2 сутка уақыт өтті. Осыдан бері, болғаннан бері. Әлі ешкім келген жоқ. Ешкім мені адам деп санаған жоқ. Ол баланың жұмыстағы адамдары қайда? Бастықтары қайда? Мен соны түсінбеймін. Мен әлі күнге шок болып отырмын әлі күнге. Менің балам емес, мен өзім шок болып отырмын. Балам ол әрине жатыр сол бойында.